қажылықтың денсаулыққа зияны туралы мәселені айтпайды олар. Әсері туралы. Жалпы қажылық деген бір айттым ғой жаңа, үлкен бір бизнеске айналды. Ол енді бұл Сауд Арабиясының үлкен бір сыртқы саясаттағы жұмсақ күші. Сосын үлкен бір экономикалық тұрғыдан қаржы келетін бір үлкен сала. Енді біз адамдардың ол діни наным сенімдерін ештеңе айта алмаймыз, бірақ бұл кәдімгідей агрессивті түрде үлкен пропаганда жүріп жатыр. Қазір қажылыққа бармаған адам өзін біртүрлі сезінетіндей бір күйге жетті. Одан кейін бүкіл жасы бар, жасамысы бар, жаңағы шоқшас текес сақалдарын қойып алады да, сонымен бір жолдамасы бар, мешітке барып береді, ананы жылатып береді, мынаны жылатып береді, қазақтың бәрін бір қайыр шығып жіберді. 700 мыңның ақшасын бересің, 7 миллиардтың проблемасын шешесің. 700 мың теңге бересің, 7 миллионнан құтылмайтын бәлелерден құтыласың. 700 мың теңге бересің, жәннатты сатып алды деген пайғамбарымыз бір сахабаны көрсетті. Одан кейін Құдай сізді шақырды, Құдай бізді шақырды деп сол жерде жүреді. Сонда Құдай Қағбада отыр ма? Сұрақ. Құдай сонда Қағбада отыр ма деген әңгіме туады. Мысалы, Құдай әркімнің өзінің кеудесінде, өзінің жүрегінде. Құдай Қағбада отырған сияқты, Құдай бізді шақырып, қалғандарын Құдай шақырмаған. Қаншама адам бар, мысалы, жағдай жоқ, күй жоқ, мысалы. Ол адамдарды бұл кемсіту. Одан кейін жаңағы қажылыққа билет тарату деген бір лотереяның билетін тарату деген сияқты дүние болып кетті ғой қазір. Бұл ешқандай логикаға сыймайтын нәрсе емес. Бұл тек қана атеистердің логикасына сыймайды да, әйтпесе мұсылманның иманына сыяды бұл нәрсе. Біріншіден, пайғамбар саллаллаху Осман 300 түйені Алла жолында Құран сайманымен бердім деген кезде Осман радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху Осман жәннатты сатып алды, әрі одан кейін ол не істесе де оған зиян тигізбейді деген. Пайғамбарымыз қабыл болған қажылықтың сый жәннат деген. Қажылыққа сен ешкім тегін апармайды, саған самолет тегін билет бермейді, арабтар саған тегін гостиница бермейді, сен оны сатып аласың. Қажылықтың бағасы $7 қазір. Қазір екінің бірі айтып отырмын ғой, бір емес жаңағы, анау Еренғайып деген ба, бір қажы бар еді ғой. Қажы ма, кім білмеймін. Өткенде ана. Амангелді ма, Еренғайып. Осыдан бірдеме жыл бұрын, Еренғайып. Амангелді аты негізі. Бір ақсақ. 100-ші рет барған той жасады ғой. Той жасады ғой үлкен мысалы. Бұл не масқара деймін да? Бұл сұмдық нәрсе енді. Әрбірден соң бұл трагедия деп айтуға болады. Анда бізде рас керек, қазір айтып отырмын ғой, әртүрлі топтар бар, солар жігіттердің бәрі ақшасы бары бар, ақшасы жоғы бар, қарыз қылатын бар, бәрі сол жылда бірнеше рет сол қажылыққа барып келеді ар жаққа. Жақында ғана қажылық мәселесінде қараңызшы, мысалы енді анау мен Құранды 5 рет оқыдым, тәпсірлеген адаммын. Енді бұл арабша ма әлде қазақша ма? Қазақшасын оқыдым. Енді оны арабшасын жаттап, арабшасын оқып, араб тілін үйренуге, оны ешқандай да миды ауытуға ешқандай да негіз жоқ. Одан да ағылшын, одан да қытай тілін, одан да жапон тілін, то есть технологиясы дамыған озық елдердің тілін оқыған дұрыс. Ол арабты көтермейтін арабтың тілін оқып қажет емес ол. Енді қараңызшы, мынау Қағбадағы тасқа табыну деген мәселе, ол мұсылмандардың тірлігі ғой, мынау ислам ұстанушылардың. Қараңыздар. Омардың заманында Омардың айтқан бір сөзі бар. Омар әл-Хаттаб. Омар әл-Хаттаб, анау халиф болған ғой. Өте озбыр адам болған ол. Сонда қарасаңыз, былай айтады оны, хадис одан жеткен жаңағы бір сөздерді айтады. Мен мына қаратасты сүймес едім дейді. Омар айтады. Егер де осыны пайғамбардың сүйіп тұрған, Мұхаммед пайғамбардың сүйіп тұрғанын көрмегенде дейді. Қаратас дейді, сен де бір жансыз тассың, саған табынуға болмайды дейді. Мен оны білем болмайтын, бірақ Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам соны сүйіп тұрмағанын көрмегенде мен де бұны сүймес едім деп айтады. Ал енді қараңыз. Сіз арабты бүгін Меккеге барып, қаратасты барып сүйіп, соны ұстамасаңыз,
ертең о дүниеге барған кезде сізге жұмаққа бару үшін сол қара тас куәлік етеді дейді. Сонда сіз біреу арқылы сәлем жібере алмайсыз. Непосредственно өзіңіз баруыңыз керек қажылыққа. Көрдіңіз бе мәселе қайда? Ал енді қандай да бір заттың біреуге куәлік еткенін көрдіңіз бе енді? Өзіңіз ойлаңызшы. Мысалы, мына орындық, мына стол, ана орындық, сіз осы сұхбатымызға куә бола ала ма мысалы? Енді бір догмалардың жиынтығы. Ешқандай да. Ал енді сол Құран кітаппен мысалы адамдарды емдеп жатады. Ол арабтың тарихы. Ухуд соғысында қалай болды, арабтар қалай күн көрді, арабтар мынау мұсылманшылықты қалай әкелді, кімдер қай жолмен келді бір мұсылманшылыққа деген тарихы жазылған дүниелер мысалы. Оның ішінде адам сенбейтін, современный адамның құлағына, миына кіріп шықпайтын дүниелер жазылған. Ол кәдімгідей мына мен мысалы былай ғой, ашығын айтайын сізге. Құран кітабын қойыңыз, Қазақстан тарихын қойыңыз, әлем тарихын қойыңыз. Мен үшін қайсы қымбат? Маған Қазақстан тарихы қымбат. Онан кейінгі орында әлем тарихы қымбат. Кітабы. Онан кейінгі орында, егер маған қажет деп тапсам, мен сол араб тарихы Құранның ішінен оқып аламын. Көрдіңіз бе? Бұның өзі бәленбай рет сұрыпталып, Омардың заманында барлық Мұхаммедтің заманындағы қолжазбалардың бәрі жойылып, 6 экземпляр жасалынып, 6 елге таратылған. Біреусі жаңағы Омардың өзі мешітте өлтірілді ғой енді. Бұл 4 халифтің 4-еуі де өзінің ажалымен өлмеген. Бұлардың барлығында кәдімгідей мешітте. Ал енді арабтан шыққан тегі, арабтан шыққан Мұхаммед, мұсылманның пайғамбары Мұхаммедтің қазақтың сүйікті пайғамбарын деп айтуына ешқандай негіз жоқ. Бізде, мысалы мен соны бір зерттеуші ретінде, мысалы Мұхаммедтің тарапынан жіберілген, мұсылмандар өзіне пайғамбар санайтын Мұхаммедтің тарапынан жіберілген мысалы қаншалықты қателіктердің барын білемін. Мысалы, осы мұсылмандар қадірлейтін Мұхаммед пайғамбардың өзі түнде далаға дәретке шығуға қорыққан. Сөйткенде үйдің ішінде құтыға дәретке отырған. Ал енді идеология қайдан шығады? Ал қазақтың қай батыры далаға дәрет сындыруға шығуға қорқып үйде құтыға дәрет сындырған? Айтыңызшы, міне қайда жатыр? Ал ол барады да соны жаңағы пәленім түгенім дейді. Ол хадистерден жеткен, достоверный хадистер. Қасынан Умайман деген жаңағы күтушісі болған ғой. Соны айтқан ғой, Умайман ана іргедегін шығарып тасташы дегенде, ой, ұлы пайғамбарым, мен соны ішіп алдым дейді ғой. Сонда 2 дүниеде сенің асқазаның ауырмайтын болды деп айтты. Енді осындай адамға қаншалықты табыну керек? Мен түсінбеймін, қазақ бар ғой, түсінбеймін кейде. Міне, мынау алашшыларды алыңдар, міне, Әлихан қазақтың пайғамбары, Мағжан қазақтың пайғамбары. Мысалы, анау ұрайлар. Көп қой. Мынау арабтардың өзі жаңағы 25 мың, 24 мың пайғамбарының, 124 мың пайғамбарының 24 мың атын біледі. Қалғанын білмейді ғой. Сол бізде бәрі белгілі. Ал енді мен өзім діни қажылық дегеннен шығып жатыр. Сол алдында Өтеміс деген ақсақал барып қайтты ғой. Соның барғанда небір көрген сорақылықтарын бізге сұхбат ретінде айтты. Өтеміс ақсақалдың әйелі апамыз, Мариям апамыз келе салысымен қайтыс болып кетті ауырып. Сол қажылыққа барған соң. Өзі де ауырып, ондаған жылдар бойы ауырып, әрең дегенде мұнда есін жиды. Әйтеуір мықтылығының арқасында аяқтан тұрып кетті қайттан. Ол кісі де өлім аузына барып келді. Мен бұл жерде айтқым келген нәрсе, енді ана жақтағы түрлі алаяқтықты айтпағанда, ол жақта күн өте ыстық, денсаулыққа өте зиян. Әсіресе жасы үлкен кісілерге, қан қысымы жоғары кісілерге. Бірақ қажылықтың билетін сататын адамдар, қажылықтың квотасын сататын адамдар, сол жаңағы жолдама сататын адамдар, ол нәрсені адамдарға ескертпейтін сияқты. Сен денсаулығын көтере ме, көтермей ме деп. Сен қажылыққа жолдама алдың, құтты болсын деп жалаулатып,
анау жаңағы жұмаққа жолдама алдым дегендей сондай бір немен жарнаманы жүргізеді да, адамдар енді аңқау қазақ қой, өзі аңқау ғой, соған сеніп елігіп қуанып кете қояды. Соңын барады да өзін құртып келеді, өмірін құртады, тағдырын құртады. Оған кеткен ақшаны осы жаққа көмек көрсетіп, елге пайдасын істеп, және денсаулығы қалса, аман есен сақталса, сол денсаулығымен тағы да еңбек етуге болады ғой, елге еңбек етуге, немере бағуға. Ең жоқ дегенде немере шөбере бақса, оның өзі қазақ болашағына сіңірілген үлкен еңбек. Қазір кішкентай балалар қараусыз телефонмен отыр мысалы үшін. Ол үлкен проблема. Ол балаға қарау, баланы бағу деген ешқандай балабақша ата әженің орнын баса алмайды. Біз ата әжелерімізді тірідей жаңағыдай денсаулығын құртқызып, бұл ешқандай өлімге сүйрелеп жатқан жоқпыз ба, қажылық арқылы деген ой туады. Жақында ана бір ақсақал несін қажылығын 91-ге келген, 94 жастағы ма, жасы біразға келіп қалған, 90-дағы ақсақал қажылығын жетім балаларға үлестіріп берді, қажылыққа деп жинап жүрген ақшасын. Сөйтсе мүфтият қоймай, ол қажылықтан бас тартып тұр ғой енді. Бір жағынан ол тек қана жетімдер, жесірлерге мейірімі ғана түсіп тұрған жоқ, мүмкін ол өзінің денсаулығын ойлап тұрған шығар. Енді шамасы жетпейтінін денсаулығы. Былтыр ғана қажылықта 150-ден астам адам қайтыс болды, одан да көп. Өкінішке қарай, дұрыс айтасыз, былтыр енді 1300-ден астам адам қажылыққа барған, ыстықтан қайтыс болды. Яғни қазір Сауд Арабиясында ауа райы жыл сайын ысып жатыр. Былтыр 50 градустың үстінде болды. Сондықтан шама келсе сол үлкен адамдарды жібермей денсаулығын бәрін тексертіп, өте мұқият болу керек. Әйтпесе қаржылық компаниялардың көбін, қаржылыққа апаратын компаниялардың көбін көріп отырмыз. Тіпті біразы шулатып, қаншама адамдарды апармай тастады. Олардың арасында алаяқтар да бар екенін көріп отырмыз. Сондықтан олардың көбінің басты мақсаты ақша табу екенін білеміз. Біз үшін әрбір азаматтың өмірі құнды, маңызды. Сондықтан меніңше сол жаққа енді ниет етіп барғысы келетін азаматтар болса, бірінші кезекте денсаулығын тексертіп алу керек, жасын да ескеру керек деп ойлаймын. Күндікке бардым, бір ағамыз қайтыс болып, сонда молда айтады. Мына осылай бүйтіп дастархан жайып еске алғанша дейді, ол ақшаны дейді мешіттің құрылысына, жағы мешітке садақаға, сөйтіп немесе қажылыққа сондайға жұмсау керек қой деп, ана миы айналып қалған ғой. Сонда ана өлімді еске алуға жайылған дастарханнан қаражатты жағы әруақты еске алуға деген құрметтен қаражатты қызғанып, дінге салғанын қалап тұр да, көңілі жүрегі әлгі имамның. Мен ана имамның уағызына кәдімгідей ішім ашып кетті. Сосын айттым мен, осы әртүрлі секталар, діни ағымдар елімізде өлім жітімді өз пайдасына қатты пайдаланады. Себебі адамдар қайғы жұтып жатады, қайғырып жатады. Қайғырып жатқан кезде жүрегі нәзік болады. Жүрегі нәзік кезін пайдалану, бұл өте психологиялық тұрдан өте тиімді әдіс. Көңіл күйі түсіп, адам құлазыған кезде кім арқасынан қағады, кім қандай сөз айтады, сол сөз өте қатты әсер етіп, бойға сіңеді. Осындай кезде, өлім жітім кезінде уағыздармен, күшімен көп адамдарды өткізіп жібереді. Өйткені адамдардың бәрі бейсаналы түрде бәрібір өлетінін біледі. Сондықтан ол жаңағы тез бұлардың айдағандарына көніп, айтқандарына елігіп кете беретін жағдайы бар халықтың. Сондықтан осы нәрселерді халық түсіну керек. Сақ болу керек, өзін әртүрлі өтірік әңгімелерге сене бермеу керек те. Өзіміздің салт дәстүрімізді, тарихымызды, мәдениетімізді дұрыс ұстана білуіміз керек деп ойлаймын. Өкінішке қарай, мына бізде қазір уағыз жасап жүрген, тіпті мүфтиятқа қатысы бар имамдардың
біразы ұлттың салт дәстүріне, құндылығына, тарихына балта шауып жатыр деп айтуға болады. Мысалы, алдында тілге қатысты айтты ғой, мысалы, былтырдан бері қарап отырмыз. Әртүрлі нәрселерді айтады, мысалы. Қазақта тіл болмаған деген әңгімені шығарды. Иә, 70% араптан келді деген сияқты. Қалған орыс тілінікі деген сияқты. Біздің қазір қолданыстағы сөзіміздің 70% сөзін біз бас тартуымыз керек. Рахмет, шүкір, ұстаз, дәптер, мешіт, медресе, тәуба, кете беріңіз. Бәрі арабтың сөздері. Бірақ енді осындай әңгімелерді айтылады, салт дәстүрге қарсы шығады, мәдениетке қарсы шығады, руханиятымызды жоқ қылады. Ана Шымкенттен шыққан бір асаба ма, тамада ма бір жігіт бар ғой. Тіпті нелерге дейін қарсы шығықты, Тайқазанға дейін. Одан кейін қазақтың тарихын барлығы дін үшін соғысқан. Дін үшін соғысқан біздің аталарымыздың барлығы деген сияқты. Қалымжан деген жігіт мысалы. Иә, есімде. Сондай Қабанбай Бөгенбай дін үшін соғысқан деп қоғамда үлкен қызу талқы тудырды ғой. Кешегі Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Махамбет Исатай, Райымбек Қарасайлар жер үшін соғысқан жоқ ағайын. Қазақтың тарихын барлығы дін үшін соғысқан. Дін үшін соғысқан біздің аталарымыздың барлығы деген сияқты. Қалымжан деген жігіт мысалы. Иә, есімде. Сондай Қабанбай Бөгенбай дін үшін соғысқан деп қоғамда үлкен қызу талқы тудырды ғой. Кешегі Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Махамбет Исатай, Райымбек Қарасайлар жер үшін соғысқан жоқ ағайын. Ислам үшін соғысты. Жарқынбек па, Жарқынбай ма бір уағызшы бар. Сол Шымкент жақта кәдімгі балалардың алдында сөйлеп тұрды. Айтады, егер ата-анаң саған намаз оқыма десе, онда ата-ана қарсы шығуға сенің құқың бар деп, ата-анаңды кет деп айтсам болады дегендей балаларды ата-анасына қарсы қойған сондай әңгімелер айтып жатыр да. Кішкентай балаларға бұл конституцияға сай емес қой тіпті. 18 жасқа толмаған балаларға біз діни түсініктерді тұтқалауға, оны бір белгілі бір бағытқа өтуге құқығымыз жоқ қой. Тіпті әрберден соң мешітке де кіруіне болмайды. 18 жасқа дейін кіруге болмайды ғой, мысалы. Ол жерде ата-анасының рұқсатымен ғана ата-анасы болу керек, не рұқсат беру керек. Бұл жерде ашық түрде, оны тағы да ол жерде бір жасап жатқан жиында әкім, ауылдың әкімі отыр сол жерде. Әкім ұйымдастырып жатыр кездесуді уағызшымен. Бала шағалар кішкентай бәрі бар. Осындай деңгейде біздің өкінішке орай мемлекеттік саясаттың тізгіні сондай еркін неғылып кетті ғой. Бізде жаңа айтып отырмын ғой, сондықтан бізге мынау діни бірлестіктер туралы заңды қайтадан қарау керек шығар. Оның ішінде жаңа миссионерлік туралы. Өйткені бізде соңғы кездері тіпті дін туралы кинолар түсіріп, үлкен пропаганда жасалып жатыр. Мысалы, бізде көрсетілген бір киноның ішінен мен балалардың мешітте отырғанын көрдім, мысалы, топырлап. Болмаса тағы да бір өткенде молда деді ме, имам деген бір кино түсірілді деген сияқты. Оның алдында дәстүр деген түсірілді. Аты дәстүр болғанмен ішінде молда туралы жындарды шығаратын деген. Сондықтан бұл жерде олар барлық инструментті қолдану арқылы мультфильмдер түсіріп жатыр. Діни агитация, пропаганда жасалып жатыр. Біздің көріп отқанымыз жазатыны бар, сызатыны бар, подкасттар бар қаншама мысалы. Осы тақырыпты қозғайтын. Одан кейін қазір имам, молдалардың бәрі тикток былай тұрсын, отырып алғанда бір-бірімен сұхбат құрып, кәдімгідей ашықтан ашық үгіт насихат жүргізіп отырады. Мен ондайды көрген жоқ мысалы. Түркияның өзінде, Өзбекстан, Қырғызстан, басқа қай жерде бар мысалы. Бұлар кәдімгідей қалай болса солай аузына келгенін айтады. Бұл бір жағы жаңағы біздің бір белгілі бір деңгейде дінге деген құрметтің халықты мысалы да. Жалпы алаяқтарға деген жаңа көзқарасын бәрін өзгертті. Халықтың енді бұл діни сауатының төмен екенін өте қатты пайдаланды бұлар. Бірақ белгілі бір деңгейде
біздің халықтың көзқарасы ашылып келе жатыр. Тарихын да біледі, мына дінді де біледі белгілі бір деңгейде. Жалпы қоғамның мемлекетке деген базынасы мысалы ескеріліп, осы жаңағы заңға да бір өзгеріс енгізілуде ұлттық мүдде тұрғысынан дұрыс болды деп ойлаймын. Әуелі сол хиджаб ниқаптарды бетті жауып жүруге тыйым салу туралы заңды кішкене атап өтсек. Енді біз негізі шын айтқан кезде арнайы бір дін туралы бір заң қабылданады деген нәрсені күттік қой. Бірақ ондай өкінішке орай ешқандай заң қабылданған жоқ. Бұл жалпы қоғамдық тәртіпке байланысты көптеген нормалармен бірге бір норма ретінде, бір тармақ ретінде кіріп кетіп отыр енді. Қоғамдық қауіпсіздікке қатысты заң. Қоғамдық қауіпсіздік сақтау. Сондықтан осыны сіз қалай бағалайсыз? Бұл біздің енді еліміздің сақтығы ма, мемлекетіміздің сақтығымыз ба билікте отырғандардың? Әлде шында да қазір діни ағымдар сондай күшке ие болып кеткен, оларға қарсы тұру мүмкін емес. Тек осындай ғана бір астыртын ғана бір шектеулер ғана қоя аламыз ба, бір аз-аздап қана. Енді расына келсек, бұл заң негізі қателеспесем 2017 жылдан бері қаралып келе жатқан жаңағы норма ғой, былай қарағанда көтерілді, қаралды, сенат бір қайтарып жіберді, бұл ұзақ өзі былай келді да, одан кейін қайтадан осы кезде алып шықты. Меніңше бұл өте дұрыс, өйткені бізде жалпы Орта Азиядағы жалпы біздің мына діни сауаттымыздың төмендігін пайдаланған әртүрлі топтар кәдімгідей экспансия, таяу шығыстың мәдениетін тықпалап, біздің ұлттық мәдениеттерді жою үшін үлкен бір экспансия жасап жатыр. Үлкен бір жұмыс жүргізіп жатыр. Өкінішке қарай, сол жұмыстың ішінде жүргендердің барлығы қазақтың жаңағы бір ортанқол, өз тарихын білмейтін, салт дәстүрін білмейтін, дінін білмейтін, түбін білмейтін, сондай бір молда сымақтар дейміз бе, имам сымақтар. Сондықтан осындай қауіптің барын білетін Орта Азияның көп елдер бізден біраз бұрын қабылдап жіберді. Өзбекстан болсын, мысалы, Өзбекстанда тіпті бұндай бетін жауып жүретін киім кигендерді былай қараған кезде таяу шығыстың киімін киген адамдарға $800 дейін сондай айыппұл бар, мысалы. Қырғыздарда, Тәжікстан, Әубастан, Екібастан, мысалы, Түркменстанда да солай, мысалы, олар тыйым салды. Осы ең соңғы болып қабылдап жатқан заңға бір арнайы тармақ енгізіп жатқан, норма енгізіп жатқан біз шығармыз деп ойлаймын. Бұл дұрыс, өйткені бұл мемлекетте біріншіден ұлттық қауіпсіздік мәселесі бар, ұлттың салт дәстүрі бар, ұлттың өз-өзін сақтау мүддесі бар. Соның бәрін бұл үнемі көтеріліп келе жатты. Қоғам өзі көтерген дүниені мемлекет, заң шығарушылар ескеріп, бұны парламенттегі біраз депутаттарымыздың да көтергенін білеміз. Жаңағы Ермұрат ағамыз бар, басқалар болсын. Осы бір Ринат Зайытов болсын, мысалда, көтерді, бұл бір заңға айналды. Алдағы уақытта осындай әсіре діншілдікке қатысты заңдар біртіндеп қабылданады, күшейеді деген бір үміт бар. Әйтпесе біз қазір бір діни мемлекетке бір айналу бір процесінде тұрған сияқты көрінеді. Бізге қазір дін емес, бізге қазір білім керек, бізге қазір ғылым керек. Бізде дін өзімізде бар, баяғыдан келе жатқан, сол бізге жеткілікті. Бізге қазір жаңа нәрсе жасап, жаңаша дін үйретіп, таяу шығыстың салт дәстүрін, таяу шығыстың әдет ғұрпын, таяу шығыстың ертегілерін бізге тықпалаудың қазір керек жоқ. Біз ол дәуірден өтіп кеткенбіз. Бізге қазір 7-ші ғасырға барудың керек жоқ. Бізге 21-ші ғасырда кәдімгідей дамыған, кемелденген ел болып өмір сүруіміз керек. Қазір біздің де елдің де қойып отқан мақсат сол ғой, мысалы. Ғылыми технология, жасанды интеллект, мысалы, үлкен жобалар жасалып жатыр. Қазір біз, мысалы, жасанды интеллект бойынша әлемде ең мүмкіндігі көп елдердің қатарында тұрмыз ғой.
И соған біз жастарымызды бейімдеп сол бағытта дамуымыз керек. Бізді ұшпаққа шығаратын сол ғылым мен білім деп айтуға болады. Келесі кезекте тағы да қолға алынған жақында бір шара бұл спортшылардың уағыз айтуына тыйым салынуы. Бұған сіз қалай қарайсыз? Енді бұл менің байқауымша бұл сол спорт министрлігінің, спорт және туризм министрлігінің ішіндегі бір министрліктің деңгейіндегі бір ереже сияқты. Бұл ертең қаншалықты іске асады? Шынында да бұл спортшыларды тоқтата ала ма бұл нәрсе? Уағыз айтуын. Спортшылардың уағыз айтуын тоқтату мүмкін бе, әлде бұл жай ғана бір тырнақша ішінде ғана бір ереже болып қала ма? Енді өкінішке қарай жалпы дін деген ең бірінші үммет дейді. Бұларда ұлт болмайды. Үмметшілдік деген ұғым болады. Үмметшілдік. Бір туғанбыз, бір діндеспіз, ұлттан жоғары қойылады. Сондықтан үмметшілік мәселесінде бірінші кезекте жастарды жинайды. Үлкен жастарды жинайды, жастарды тартады. Қоғамда жүрген әнші ма, биші ма, қоғамға көбірек аудиториясы бар. Қазіргі технология басқа ғой, мысалы пропаганда жүргізудің. Спортшылар оның ішінде. Тіпті бұлар бір кездері түрмеге де үгіт насихат жүргізді ғой. Мысалы сол үгіт насихат жүргізу үшін түрмеге тауғырлап болсын түсу деген тәсілдер болған. Өйткені ана жердегі адамдардың санасын улап, өзінің бір жамағатына, тарихатына кіргізу деген сияқты. Сондықтан бізде өкінішке қарай біздің спортшылардың көбінің дінге кеткенін, тіпті олардың уағыз айтып отқанын біз өкінішке қарай көрдік қой. Қоғам көрді. Қоғам наразы болды. Париж олимпиадасы кезінде бұл әңгіме өте күн тәртіпке шықты. Халық бұл мәселені көтерді. Біздің жеңіліп қалған спортшыларымыздың көбі жауапкершілікті не істеді? Аллахтың мойнына іліп жіберді. Аллах деп сөйлейді ғой. Аллахтың жазуы деді. Қалауымен деді. Қалауымен деді, мысалы. Енді бұл сұмдық нәрселер болды. Кезінде Мұстафа Өзтүрк ағамыз шетелге спортшыларды апарған кезде кәдімгідей осы жерде жеңілсеңдер, осы жерде жаңағы сендерді көміп кетем деп сөйткен ғой, намыстарын қайрап. Сол кезде екі жігіт алдын алды, біреу күміс алды ма, сол күміс алған жасқаншақтап жүр екен Мұстафа Өзтүрк ағамыздан. Мұстафа Өзтүрк ағамыз құшақтап, сүйіп, ең басты сен ниетің, отанға деген махаббатың бар деп. Сөйтіп арқадан қаққан екен. Біздің жігіттерді енді намыс қой. Сондықтан бұл мәселеде бізде енді спортшы жігіттердің біраз енді дінге кетіп қалды. Ол жерде сондай әңгіме айтылады. Ол жайдың болса жақсы ғой. Радикалды діннің өкілдері де бар деген сияқты. Сондықтан бұл енді бастамасы деп ойлаймын. Ары қарай үлкен бір, меніңше бір заң қабылдану керек. Үлкен идеологиялық жұмыстар жүргізілу керек. Енді бұл былай етек жай белең алып кеткен дүние ғой. Бұнымен енді күресуде оңай болмайды. Бірақ біз халыққа неғұрлым өзінің тарихын, терең мәдениетін, салт дәстүрін, біз үлкен осы ұлы далада үлкен ұлы елдер құрған елдің ұрпағы екенімізді бәрін түсіндіріп айтсақ, халық сол кезде ғана осындай әсіредіншілдіктен арылатын шығар деп ойлаймын. Өйткені сол араб түбегіне, мысалы 6 ғасырда дін келіп жатыр деген кезде жахилия дәуірі, мына арабтардың өзінің сөзімен айтқанда қараңғылық дәуірінде
арабтар жаңағы зорлық, зомбылық, зинақорлық, жаңағы кішкентай қыз балалардың өзін өлтіріп, мысалы да, қыз баланы жаңағы көміп, бір-бірінің жаңағы қыздарын былай қараған кезде зорлап, былық болып жатқан кезде біз оған дейін өзіміздің тарихымызды жазып, өркениетімізді қалыптастырып, әлемде өзімізді мойындатып қойған үлкен ұлтпыз ғой. Сондықтан біз оның бәрін, меніңше, мамандар отырып, саланың түсіндіріп, тарихи сауатында, діни сауатында бәрін бірге ашу керек. Қазір шында да бағана өзіңіз айтқандағыдай бәрі ойлайды, біз дін болмағанда адам болмайтын едік қой. Біздің тарихымыздың бәрін дінге ғана әкеп, 6-шы, 7-ші ғасырға ғана әкеп тіреп қойып тұр. Әйтпесе біз оның ар жағында үлкен мәдениет жасап, тасқа тарихымызды жазған еліміз.